Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен 3 минутта дайын болатын лаваштан жасалатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар 2 лаваш, кетчуп, майонез, колбаса, помидор, ірімшік қажет болады. Ең алдымен лавашымыздың бір бөлігіне сырымызды сеуіп, одан кейін екінші бөлігін жауып, бетіне жаңағы майонез бен кетчупымызды жағатын боламыз. Енді колбасамызды сеуіп, оның үстіне ірімшігімізді сеуіп, жаңа қызанақтарымызды жақсылап әдемілеп орналастырып, оның үстіне қайтадан ірімшігімізді себетін боламыз. Мінекей пиццамыз дайын болып шықты. Енді табамызды қыздырып, оның үстіне майымызды жағып, қақпағын жауып, 3 минутқа пиццамызды пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, пиццамыз өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тез піседі, қарапайым пиццадан ешқандай айырмашылығы жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің пиццам ұнаған болса, каналыма тіркеліп лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.